Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз дүниежүзі тарих пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағуға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім этникалық және әлеуметтік процестер бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тапсырманы орындайық. Этнос, этногенез ұлт ұғымдарын қолданып кестеде берілген терминдердің мағынасын жазыңыз деген. Ассимиляция әртүрлі этникалық топтардың мәдени және тілдік ерекшеліктерін жоғалтып, басым этникалық топтың мәдениеті мен тіліне қосылу процесі. Көп ұлтты мемлекет бұл бірнеше этникалық топтар мен ұлттардың бір жалпы мемлекетте тұрып, өздерінің мәдениетін, тілін сақтауға мүмкіндігі бар мемлекет. Этникалық процестер этностардың қалыптасуы, дамуы, араласуы, ассимиляция және бөліну сияқты құбылыстарды қамтитын әлеуметтік процестер. Ұлтаралық интеграция әртүрлі этникалық топтардың бірігіп, бір қоғамда бейбіт жағдайда өмір сүруі мен өзара қарым-қатынастарын дамыту процесі. Ұлттық мемлекет бір ұлттың немесе этникалық топтың саяси дербестігін сақтап, өзін-өзі басқаруға бағытталған мемлекет. Келесі екінші тапсырма: суреттерді пайдаланып төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз деген. Бұл жерде әрине Үндістан мен Пәкістанның туы көрсетілген. Әрине бұл екі мемлекет болып бөлінуі. Қандай этникалық қақтығыс бейнеленген? Бұл жерде әрине Үндістан мен Пәкістан арасындағы қақтығыс. 1947 жылы бөліну. Ұлтаралық қақтығыстың қысқа мерзімді себебі неде? Өйткені әрине бұл дінге байланысты. Үндістан бұл көпшілік халқы жалпы индуизмге сенеді, ал жалпы пәкістандықтар бұлар көбінесе мұсылман дінін ұстанады. Мұсылман дінін жалпы ұстанады. Ал жалпы жауаптарына келетін болсақ, екі елдің діни және мәдени ерекшеліктері: Үндістанның көпшілік халқы индуизмге сенеді, ал Пәкістан мұсылман ел ретінде құрылды. Бұл діни айырмашылықтар тарихи тұрғыдан екі халықтың арасындағы шиеленістерді өршітіп отыр. Ұлтаралық қақтығыстың ұзақ мерзімді себебі неде? Тарихи факторлар мен геосаяси мүдделерден туындайды. Кашмир аймағында жалпы аймағына байланысты таулардың жалғасуы. Оны әрине Үндістан өзіне жалпы екі мемлекет таласады, Пәкістан мен Үндістан, бірақ әрине бұны Кашмирді Үндістан өзіне алады. Ал салдары әрине бұл жақсылыққа апармайды, әрине соғыс бәрі болады. Бұл жерде әрине жылдар көрсетілген. Осы жылдарда жалпы соғыс болған Пәкістан мен Үндістанның арасында осы жер үшін. Қақтығыстың себеп-салдарлық байланысы қандай? Кашмир аймағының мәртебесі анықталмауы. Бұл аймақтағы халықтың көпшілігі мұсылмандар болғандықтан, Пәкістан оны өз территориясына қосып алуды талап етті, бірақ Үндістан Кашмирді өзіне қосып алды. Салдары: Кашмир аймағы бойынша даулы мәселелер екі ел арасында бірнеше соғыстарға себеп болды. Мысалы, 1947-1948 жылдар, 1965-1999 жылдардағы Кашмир соғысы. Кашмирдегі үнемі өршіп тұратын қақтығыстар екі елдің әскери жалпы шығындарын мен адам шығынын арттырып, халықаралық қауымдастықтың назарын аударады. Аймақта тұрақсыздық орнады. Жалпы аймақтағы тұрақсыздық орнаған болатын. Келесі үшінші тапсырма: ұлтаралық жалпы қатынастарды реттеудегі Біріккен ұлттар ұйымының қызметінің тиімділігін, рөлін анықтаңыз. Әр қайсына дәлел келтіріңіз деген. Бізде әрине екі тиімді және тиімсіз тұстарын жазыңыз деген, және дәлелдер келтіріңіз деген. Тиімді тұстары: Біріккен ұлттар ұйымының жалпы түрлі этникалық топтар арасында бейбіт келіссөздер мен дауларды шешуде маңызды рөл атқарады. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік күштері көп ұлтты қақтығыстарда бейбітшілік орнатуға көмек береді. Мысалы, 1990-2000 жылдары Югославияның ыдырауы барысында бірнеше ұлтаралық қақтығыстар мен азаматтық соғыстар орын алды. Бұл кезеңде Біріккен ұлттар ұйымы Югославиядағы бейбітшілікті сақтауға және этникалық қақтығыстарды тоқтатуға тырысты. Ал бұның тиімсіз тұстары: кейде Біріккен ұлттар ұйымы
келісімдер мен шараларды жүзеге асыруда тиімділік танытпайды. Себебі мемлекеттердің мүдделері мен ішкі саяси мәселелері кедергі келтіреді. Мысалы, Руандадағы геноцид кезінде Біріккен ұлттар ұйымының миссиясы тек бақылаушылар ретінде әрекет етті, ал нақты әскери күштерді жіберуге жалпы Біріккен ұлттар ұйымы шешім қабылдай алмады. Бұл әрекетсіздік мыңдаған адамның өлімін тоқтатпады. Келесі 4-ші тапсырма: социогенез теориясының бірін таңдап, артықшылығы мен кемшілігіне қорытынды жасаңыз. Формациялық әдіс, өркениеттік әдіс деген. Артықшылығы бұл формациялық әдіс. Формациялық әдістің жалпы артықшылығы қоғамның дамуында экономикалық факторлардың, өндірістік күштер мен қарым-қатынастардың маңыздылығын түсіндіреді. Ал кемшілігіне келетін болсақ, тек экономикалық аспектілерге назар аударып, мәдениет пен әлеуметтік қатынастарды ескермейді, тұлғаның рөлін мән бермейді. Келесі өркениеттік әдіс. Артықшылығы жекеленген мемлекеттердің әрбір өркениеттегі аймақтардың өзіндік ерекшеліктерін және оның мәдени дамуын жан-жақты саралайды. Жеке тұлғаның тарихтағы рөлін жан-жақты қарастырады. Ал оның кемшілігіне келетін болсақ, өркениетке қатысты концепциялар кейде жалпыға бірдей заңдылықтарды белгілеуге жалпы тарылып қалады. Әр халықтың ерекше тарихы мен даму жолын ескермеуі мүмкін. Енді қорытындыға келетін болсақ, социогенез теориялары қоғамдардың дамуында түрлі факторларды қарастырады, бірақ олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Формациялық әдіс экономикалық процестерді алға тартса, өркениеттік әдіс мәдени құндылықтарды назарға алады. Осымен, құрметті оқушылар, біз толықтай тапсырманың барлығын орындап болған болатынбыз. Біз әрине дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Бізде осы берілген критерий бойынша толықтай балымызды алдық. Бізде толық балл 14 балл. Осы 14 балдың толықтай 14 балын жинап өткен болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркелеп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда сіздерге осы Қазақстан тарих пәні мен дүниежүзі тарих пәнінен жалпы екінші БЖБ-ларын сіздерге шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалауды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.